Баршаға бүгін біз салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге колбаса, қияр, помидор және капуста керек болады. Барлығын осылай соломка қылып турап аламыз. Капустамыздың бетіне қиярымызды саламыз. Соломка қылып турап алған. Екінші колбасамызды саламыз. Үшінші помидорымызды салатын боламыз. Осының барлығын біркелкі масса болғанша бірінші араластырып аламыз осылай. Екінші дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және майонезімізді салатын боламыз. Салат құрғақ болып қалмау керек. Майонезімізді қатты көп те болмау керек, жетерлікте қосатын боламыз. Және қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай керемет, өте әдемі, өте дәмді салат шығады. Жасап көріңіздер.